Салалық ерекшеліктерді ескере отырып, еңбекті қорғауды басқаруда жүйелі тәсілді қолдану жөніндегі ұсынымдар. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 1 бабы 1 тармағының 32-1 тармақшасына сәйкес, еңбекті қорғауды басқару жүйесі ЕКБЖ, еңбекті қорғау жөніндегі саясатты іске асыру, еңбек қауіпсіздігі талаптарын орындау, кәсіптік тәуекелдерді басқару жөніндегі өзара байланысты іс-шаралар кешені. Еңбекті қорғауды басқару жүйесі туралы үлгілі ережесі Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 27 тамыздағы нөмірі 340 бұйрығымен бекітілген. Жұмыс беруші ЕКБЖ туралы ережені әзірлейді және бекітеді. ЕКБЖ-ның құрылымдық элементтері, кезеңдері мыналар болып табылады. ЕКБЖ-ны жоспарлау. ЕКБЖ-ның жұмыс стилі. ЕКБЖ-ның жұмыс істеуін бақылау және рәсімдердің іске асырылуына мониторинг жүргізу. ЕКБЖ-ны жетілдіру. ЕКБЖ-ны құрудың және оның жұмыс істеуінің барлық кезеңдерін жұмыс беруші дербес немесе шарттық негізде тартылған мамандарының қатысуымен жүзеге асырады. ЕКБЖ-ның жұмыс істеуі мынадай рәсімдерді іске асыру арқылы жүзеге асырылады. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жұмыскерлерді оқыту. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі құжаттамамен қамтамасыз ету. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау. Кәсіби тәуекелдерді басқару. Жұмыскерлердің денсаулық жағдайына мониторинг жүргізу. Жұмыскерлерді жеке және ұжымдық қорғаныш құралдарымен, жуу және залалсыздандыру құралдарымен қамтамасыз ету. Зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін кепілдіктер беру. Еңбек қызметтік міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан сақтандыру. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп тексеру. Мердігер ұйымдардың жұмыстарды қауіпсіз орындауын бақылау. Жұмыс беруші ЕКБЖ туралы ережеде құжаттаманы басқару тәртібін әзірлейді, бекітеді және сипаттайды. Бұл тәртіп сыртқы және ішкі құжаттаманың тізбесін, оларды жүргізу нысандарын, ресімдеу, бекіту және тіркеу мерзімдерін, сондай-ақ жауапты тұлғалар мен бөлімшелерді бекітуді қамтиды. Еңбекті қорғау жөніндегі құжаттама мыналарды қамтиды. Ұйымдастырушылық, өкімдік және белгілеуші сипаттағы құжаттар, бұйрықтар, ережелер, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар, тәртіптер, регламенттер, бағдарламалар, жоспарлар, тізбелер, тізімдер, қағидалар, нормалар, стандарттар. Ұйымның экономикалық қызмет түріне сәйкес еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілер. Тіркеуші сипаттағы құжаттар, актілер мен хаттамалар, рұқсатнамалар, өкімдер, жазатайым оқиғаларды тергеп тексеру материалдары, өндірістік объектілерді аттестаттау және кәсіби тәуекелдерді бағалау жөніндегі құжаттама. Ақпараттық коммуникациялық сипаттағы құжаттар, жалпы мемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары, лауазымды адамдардың тексеру актілері, нұсқамалар, қорытындылар, қауіпсіздік мәселелері бойынша шағымдар, еңбекті қорғау саласындағы хат алмасу, түсіндірме хаттар, қызметтік, баяндамалық және талдамалық жазбалар. Есептік құжаттама. Жұмыскерлерді медициналық тексеруден өткізу актілері, жұмыскерлердің денсаулық жағдайы туралы деректерді есепке алу, өндірістік жабдықты сынақтан өткізу актілері, ЕКБЖ-ның жұмыс істеуін ағымдағы бақылау мен талдау нәтижелері, ресми статистикалық есептілік нысандары. Есепке алу құжаттамасы, журналдар, кестелер. ЕКБЖ құжаттамасы тұрақты түрде өзектендіріліп отырады. Белгіленген мерзім ішінде сақталады және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс беруші актісі қабылданғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде жұмыскерлердің назарына жеткізіледі. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық басшылар, мамандар және жұмысшылар өндірістік үй-жайларда, кәсіпорын аумағында, құрылыс алаңдарында, көлік құралдарында және жұмыскерлер өздеріне тапсырылған жұмысты немесе қызметтік міндеттерін орындайтын өзге де орындарда жұмыстарды орындау кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын белгілейтін жергілікті құжат. Нұсқаулықты әзірлеуді жұмыс беруші бекітілген тізбеге сәйкес
учаске, цех, қызмет, зертхана және тұтастай ұйым бойынша әрбір кәсіп лауазым үшін, сондай-ақ жекелеген жұмыс түрлеріне, биіктікте жұмыс істеу, сынақ жүргізу және жұмыс орындарына арнап жүзеге асырады. Тізбе жұмыс берушінің еңбек заңнамасына сәйкес бекітілетін жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің бірыңғай тарифтік біліктілік анықтамалығы және қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығы ескеріле отырып бекітілген штат кестесінің негізінде жасалады. Жасалған тізбе жұмыс беруші немесе өзге де уәкілетті тұлға тарабынан бекітіледі және барлық құрылымдық бөлімшелерге жіберіледі. Нұсқаулық еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормативтердің негізінде жабдықты дайындаушы зауыттардың пайдалану және жөндеу құжаттамасында баяндалған қауіпсіздік талаптарын, сондай-ақ жұмыс берушінің технологиялық құжаттамасы мен өндіріс жағдайларын ескере отырып әзірленеді. Нұсқаулықта технологиялық процестің қысқаша сипаттамасы беріледі және қауіпсіз еңбекті ұйымдастыру мәселелері жан-жақты қамтылады. Нұсқаулықтың талаптары осы жұмыстың орындалу жағдайларын ескере отырып, технологиялық процестің реттілігіне сәйкес баяндалады. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі жалпы талаптар. Жұмысты бастар алдындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптары. Жұмыс барысында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптары. Авариялық жағдайлардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптары. Жұмысты аяқтағаннан кейінгі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптары. Нұсқаулықтар еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметімен немесе жауапты тұлғамен, сондай-ақ басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелермен, лауазымды адамдармен және жұмыскерлердің өкілдерімен келісілгеннен кейін жұмыс беруші тарабынан бекітіледі. Еңбекті қорғаудың жай-күйі туралы статистикалық есептілікті ұйымдар міндетті түрде Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика бюросына ұсынады. Және ол мынадай есептерді қамтиды. 1. Еңбек жағдайлары. Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскерлердің саны туралы есеп. Жыл сайын ұсынылады. 7. ТПЗ. Еңбек қызметіне байланысты жарақаттану және кәсіптік аурулар туралы есеп. Оқиға орын алу фактісі бойынша ұсынылады. Есепке жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұрған жұмыскерлердің еңбек міндеттерін орындау барысында болған жазатайым оқиғалар немесе денсаулыққа өзге де теріс әсер ету нәтижесінде алынған барлық жарақаттар, кәсіптік аурулар, уланулар және денсаулыққа келтірілген өзге де зиянды әсерлер жатады. Олар бойынша ағымдағы жылы тергеп тексеру жүргізілген.